Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен ірімшік қосылған өте дәмді, жұмсақ, тойымды күлше нандар дайындаймыз. Видео рецепті міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға жазылып, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен ірімшікті үккіштің үлкен көзінен өткіземіз. Картопты суда немесе буға пісіреміз. Үлкен ыдысқа піскен картопымызды салып, арнайы езбе құралдың көмегімен немесе мен сияқты шанышқымен езіп, картоп езбесін дайындаймыз. Қара бұрыш және тұз қосамыз. Қамыр қопсытқыш, яғни разрыхлитель салып, жақсылап араластырамыз. Үккіштен өткізілген ірімшікті салып араластырамыз. Картоп біраз суығаннан кейін жұмыртқамызды қосып араластырамыз. Енді ең соңынан әлбетте ұн саламыз, қамыр илейміз. Ұнды шамадан тыс қосып, қамырды қатты етіп илеп қоймаңыздар, бізде қамыр жұмсақ, үлпілдек болуы керек. Видеода көрсетілгендей. Иленген қамырды күлшелерге бөлеміз. Менде 8 күлше болды, әр күлшені дөңгелектеп формалаймыз. Молынан ұн себе отырып, қамырды оқтаудың көмегімен жаямыз. Енді бізде тек қана пісіру қалды. Құрғақ, майсыз, қызып тұрған табаға күлшені саламыз. 30 секундтан кейін екінші бетіне аударып, қызарған бетіне сары май жағамыз. Яғни, табаға алдын ала май құймаймыз, құрғақ табада пісіреміз. Шамамен әр беті 30-40 секунд піседі, сонда бізде бір күлше нан 1,5-2 минутта пісіп шығады. Піскен күлше нанды ыдысқа салып, бетін жауып қоюды ұмытпаңыздар. Мен алдын ала барлық күлшені осылай жайып дайындап алдым, себебі нандар жылдан пісетін болғандықтан, уақыт үнемдеу мақсатында жайып дайындап қойдым. Біздің күлше нандарымыз дайын болды. Енді әрине ұсынылуы өз фантазияларыңызға байланысты. Мен сіздерге қазір кесіп көрсететін боламын. Қараңыздар, өте жұмсақ болып шығады. Дәмінен де айтып жеткізе алмаймын, шын мәнінде өте дәмді, жасалуы да ондай қатты қиын емес. Бір жасағаннан өте дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса, лайк басып, төменге пікір жазуды ұмытпаңыздар. Арнаға шығатын келесі видео рецепттерді жіберіп алмас үшін дәл қазір каналға тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Бүгінге осы, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Аянат.